Запись басайын. Примерно 2 рет кіретін шығармыз бұйыртса, 1-40 минутқа үлгермей қаламыз ба деп тұрмын. Көрейік қазір. Так. Жақсы, ха? Мен запись. Жазым болды, ал бастайық. Бірінші есеп. Қараңыздар, бірінші есепте 8, 4, 0, 2 цифрлары бір реттен кездесетін неше 3 таңбалы сан жазуға болады. Енді бұл жерде екі түрлі вариантпен көрсетейін сіздерге, жалпы мысалға оқушыға болса да қалай түсіндіруге болады. Так, қараңыздар, ол бізде 3 таңбалы санымыз, сіздер мысалға бұталар әдісі дейді, мүмкін нұсқаларды іріктеу дейді, түрі әртүрлі атала береді. 8-ден басталуы мүмкін санымыз. Мынау жуан болып кетті ғой. Кішкене жіңішке қылып алайын. Болды. Мысалы, ол санымыз 8-ден басталуы мүмкін. Ары қарай, бұл уже жүздігі, мына мен жазып жатқам. 8 ол жүздігі. Келесі қандай болуы мүмкін? 10-дығын жазам уже. 4 болуы мүмкін, 0 болуы мүмкін, 2 болуы мүмкін. Міне 840. Ары қарай уже мына қатар жүздік болса, мына қатар 10-дығы. Енді келесі бірлігін жазам уже. Не болып аяқтауы мүмкін? Қайталанбай цифр 4-ті жаза алмайым. Или 0, или 2 болып аяқтауы мүмкін. Қараңыздар. Мына жерде 804 болуы мүмкін, немесе 2 болуы мүмкін. Мына жақта 824 или 820. Бұл уже бірлігін жаздым. Сонда осындай менде қанша нұсқа болды мына? Соңғы жауапты санаймын. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 жауап шықты. Енді тура осылай, ол 4-тен басталуы мүмкін. Көрдіңіздер ме? Жүздігі 4-тен басталуы мүмкін. Онда да 6 жауап шығады. Келесі 0-ден басталуы мүмкін бе? Жоқ. 2-ден басталуы мүмкін, ол кезде де 6 жауап шығады. Сонда жалпы 6, общий 18 жауап шығады. 18 жауап. Бұл бір вариант, енді оқушыларға түсіндіретін болсаңыздар. Ал енді мысалға сіздерге жаңағы олимпиадада бұл не болып келеді? Уақытпен береді, көп болса бір сағат па, 2 сағат береді дейміз жаңағы нені, е? Олимпиадада. Енді ол кезде тиімді қандай әдіс бар, қараңыздар. Бізде бұл 3 таңбалы сан. Мына курсты алғандарыңыз болса, мен сіз осы жерде көрсеткен болса, комбинаториканың есебі ғой бұл. Мысалы, қараңыздар, комбинаториканың есебі 3 таңбалы саннан тұрады. Бірінші, мынау жүздігі, 10-дығы. Яна, естепші. Жүздігіне қанша цифрды қоя аламыз? Қараңыздар. Жүздігіне мына берілген 4 цифрдан қаншауын қоя аламыз? Үшеуін қоя аламыз. Енді қараңыздар. Келесі 10-дығына қаншауын қоя аламыз? 4. 10-дығына Тоже үшеу. Себебі мына жерде қайталанбайды. Бір рет деп тұр. Көрдіңіздер ме? Қайталанбайды. Үшеуін қоямыз. Значит, мысалы, бірінші мен 8-ді қойып тастасам, келесінде уже мен 8-ді қоя алмайым, қалған үшеуін қоям деген сөз. Ал бірлігіне уже қанша қоям? Екеуін қоя алам. Сонда 3 көбейту 2, 18 болады. Бұл қайталанбайтын түрі. Ал қайталанатын болса, сіздердің айтып жатқан ответ уже, мысалы қараңыздар, қайталанатын болса, 844, 822, 800 деген цифрлар. Ол кезде біріншісіне 3 қоямда, қалған 2 орынға да 4-деуін де қоя аламын. Бұл қайталанатын кезде. Сол кезде 16, ол кезде ответі 48 болады. 3 санды көбейтсем, міне. Ең оңай әдісі осылай табасыздар. Түсінікті ме? 3 таңбалы болғандықтан 3 ұяшық. 2 таңбалы болса 2 ұяшық қылып аламыз. 4 таңбалы болса 4 ұяшық қылып аламыз. Түсінікті ме? Иә. Осылай шығарылады бұл. Енді оңай жолдарының бірі. Сразу мынандай кезде уақытты үнемдеп, сразу есептеп тастап, жазып отырмай. Бірақ оқушыға алтын сақаға дайындағанда, прям оларға жазып тұрып көрсетсеңіздер болады. Осыны меңгеріп алса, уже мына оңай көбейту формуласы деп айтылады, яғни көбейту ережесімен үйрете саласыздар. Көбейту ережесімен. Кеттік, келесі. Ойлаған 2 таңбалы санның цифрларын қосындысы сол санның өзінен 3 есе кіші. Ойлаған санның цифрларын қосындысын табыңыздар дейді. Яғни бұл жерде бізде
санды жалпы екі таңбалы сан болса былай жазамыз. X, Y мына төбесі сызылады. Төбесі сызылды деген сөз ол екі таңбалы сан дегенді білдіреді. Төбесі сызылса. Яғни X ондығы, Y жүздігі. Бұны жазатын болсақ, біз 10X қосу Y түрінде жазамыз. Себебі мына X дегеніміз мына жерде бір таңбалы цифрлармен жазылады, мысалы. Кішкене дауыс басып қоясыздар ма? Мысалға, 35 дейтін болсам, 3 және 5. Бірақ бұл бізде 3 емес қой. 30 қосу 5 деген сөз. Көрдіңіздер ма? Сол кезде 3 көбейту 10 қосу 5. Міне осы жазуды жазу үшін біз осылай жазады екенбіз. Яғни X, Y екі таңбалы санымыз дейді. Осы екі таңбалы сан цифрларының қосындысынан 3 есе кіші. Екі таңбалы санның цифрларының қосындысы сол санның өзінен қосындысы кіші екен. Яғни міне екі таңбалы санымыз цифрларының қосындысы ол X қосу Y деген сөз. Осы қосындысы 3 есе кіші болады дейді. Міне осы теңдеуді табу керек бізде. Сонда қандай жауап қанағаттандырады? 10X қосу Y тең 3X қосу 3Y. Қараңыздар. X-тен бір жаққа, Y-тен бір жаққа жинасам, 10X-тен 3X тауып тастасам 7X қалады. Ал Y-ті мына жаққа шығарамын. 3Y-тен бір Y алсам 2Y қалады. Мынау менде қанағаттандыратында X пен Y-тің орнында қандай сан болуы мүмкін? Значит, жаңа айттым мен, X, Y ол бір таңбалы кәдімгі цифрлар олар. 3 пен 5 деген сияқты. Енді қараңыздар, 7-ні қай санға көбейткенде, 2-ні басқа бір санға көбейткенде тең болады. Значит, ол кезде X-тің орнына 2, Y-тің орнына 7-ні қоям. Сонда 7-ні 2-ге өтсем 14, 2-ні 7-ге өтсем 14. Значит, X-тің орнында 2, Y-тің орнында 7 тұр. Ол қандай сан? X, Y-ті алып келсем, 27 деген сан. Міне. 27 деген сан. Біздің жауабымыз 27. Ал цифрларын қосатын болсақ, ол 9. Сонда 27, 9, яғни 3 есе кіші болып тұр цифрларын қосындысы. Сонда цифрларын қосындысы бізде 9 болып тұр міне. Осылай шығарасыздар. Мына берілген сан мында 4 есе мүмкін, 5 есе мүмкін. Мынандай теңдік шығады. Осы теңдікті қанағаттандыратын санды тауып аламыз. Ең оңай варианты осы болады. Так, келесіні үшінші есеп сәл күрделі, орын төменге қарай түсірейін. Так, үшінші есепте мына бір формулаларды мән беру керек, қараңыздар. Оқулықта бірінші беттен бастап нөмірлеп шығу үшін барлығы мынанша цифр қолданылады. Оқулықта неше бет болған қараңыздар. Так, бірінші беттен басталып тұр дейді. Кейде үшінші беттен деп басталады. Бірінші беттен басталса, 1 мен 9 бетке дейін 9 цифр қолданамыз. 1, 2, 3 деген сияқты 9 цифр қолданылады. Келесі 10-шы беттен бастап 99-шы бетке дейін. Бұл уже екі таңбалы. Бір таңбалын жазып жатырмын. Енді екі таңбалынды жазып жатырмын. Сонда 10-нан 99-ға дейін қанша бет бар? Сол бетке әр қайсына екі цифрдан қолданады. 10-ға екі цифр керек, 11-ге екі цифр керек. Бірінші бетін тауып алуым керек. Қараңыздар. 10-нан 99-ға дейін қанша бет болады? 10-нан 99-ға дейін, міне, 10-ның алдында қанша беті бар? 9 бет бар. Сол 9 бетті алып тастасақ, 90 бет болады. Мына 99-дан 10-ның алдында қанша бет тұр? 9 бет бар, 9-ды алып тастайсыздар. 99-дан 9-ды алып тастаймыз. Сонда 90. Екі таңбалы 90 сан бар. Осы ұмытпаңыздар. 90. Яғни бұл 90 бет әр қайсысы екі цифрдан қолданылады. Сонда 180 цифрға жетекен. Кеттік. Енді 3 таңбалыға көшеміз. 3 таңбалы ол 100-ден басталады 999-ға дейін. Бұл жерде қалай анықтаймыз? 999-дан азайтамын нені? 100-дің алдында қанша сан бар? Бізге қажет емес 100-дің алдында? 99. Сонда 900. 3 таңбалы 900 сан бар, осы ұмытпаңыздар. 900-ді 3-ке көбейтсем, себебі 100-ге 3 керек, 101-ге 3 цифр керек. Солай 2700 цифрға жет болады екен. Міне. Бізде әлі 3025. Значит, ол жауабымыз 4 таңбалы екен біздің. Міне, 4 таңбалы. Осылардың қайсысы анықтаймыз. Енді мына үшеуін қосамыз да, мына
3025-тен алып тастаймыз. Артығы қанша цифр, соны табу керек. 9 қосу, так, 180 қосу 2700. Так, алып тастаса қанша болатында? 2889 ба? Так, 3025-тен 2889-ды азайтамын. 6, так, ана жақта 1 қалды, 3, ана жақта 9, 1, 136. 136 цифр бұл қанша 4 таңбалы жаңағы бетке жетеді, соны анықтау үшін 4-ке бөлемін. Уже мен 4 таңбалымен жұмыс жасап жатсам 4-ке бөлемін. Егер сіздерде мына жерде 3025 емес, там 2000 бет болып қалып жатса, мысалға 2700-ден азырақ, общий қосқанда 2889, содан аз цифр шықса, мысалға, сіздер уже ол 3 таңбалы екен білесіздер да, 1 таңбалы, 2 таңбалын қосып, алып тастап 3-ке бөлесіздер. Қазір біз 4 таңбалы болғандықтан 4-ке бөліп отырмыз. Всегда 4-ке бөлу деген заң емес. Енді 136-ны бөлсем, 34 болады. Значит, 34 бетіне жетті. Сонда менде ең соңғы бетім 999 бет еді. 999-ға 34-ті қосамын. Бұл 34 уже 1000, 1001, 1002, 1003 деген сияқты 34 бет. Сонда общий 1033 бетке кетеді екен. 1033 бетке міне. Осылай есептейсіздер. Өздеріңіз үшін 1008, 1117, 1025 деген бетке қанша цифр кетеді, соны есептеп көріңіздер. Яғни оны тура осы сияқты бұған керісінше есептейміз уже. 1-ден 9-ға дейін 9 цифр керек, 10-нан 99-ға дейін осынша цифр керек, 999-ға дейін мынанша цифр керек. Ары қарай 999, мына 1108 есептесек, 1108-ден 999-ға тастаймыз. 9 беті қалады. Ол 9 беттің әрқайсына 4-4-тен керек деп көбейтесіздер. Сонда 36-ны мынаған әкеп 36-ны қосамыз. Сол кезде общий 1008 бетке кететін цифр анықталады. Осылай есептейсіздер бұндай тапсырманы. Түсінікті ма? Сұрақ болса сразу қойып алыңыздар. Енді кейде жаңа айтып отырмын ғой, 1-ші бет деп айтылып тұр, кейде 3-ші беттен басталады деп айтылады. Мысалы, кітаптарды қарасаңыз 1, 2 көрсетілмейді, 1-ден 3 дейді. Ол кезде 3-ші беттен басталса, 3 пен 9-ға дейін 7 бет бар, 7 цифр қажет болады деп, соны ескересіздер. Қазір бізде 1-ші бет десе, 1-ден 9-ға дейін 9 цифр бар. Осылай мән береміз жаңа есептің берілгеніне. Алып кеттік. Өткенде Ана 900 көбейту 3 деген 3 қайдан шықты? Түсінбей қалдым сол жерін. 3 таңбалы цифр. 100 3 таңба. Иә, 101 болса 3 цифр, 102 бәр 3 таңбалыдан олар. 900 бетке 2700 цифр қажет болады. 100, 101, 102, 103 деп кете береді 999-ға дейін. Мынау 2 таңбалы болғандықтан 2-ке көбейтесіздер. Түсінікті ғой? Біздің жауабымыз 4 таңбалы болғандықтан 4-ке бөлеміз мына жерде. Так, қараңыздар, жәшікте мынандай дүниелері бар, қарамай сары шар алу керек. Яғни бір сары шар алу үшін ең көп дегенде қанша шар? Бұл жерде өткенде чаттада сұрады, именно осындай шарға байланысты есептер деп. Қараңыздар, бізге сары шар керек. Значит, еще ол біреу ғана керек. Сардан басқаларын қосамыз. Себебі алған шарымыз сары болмауы мүмкін. 9 қызыл шар түсуі мүмкін, 16 ақ шар түсуі мүмкін, 13 көк шар түсуі мүмкін. Одан кейін міндетті түрде тек қалды жәшікте қандай шарлар қалды, сонда тек сары шарлар қалды. Одан біреуін алсақ жеткілікті, бізге қажетті бір сары шарымыз шығады. Міне, осы сандардың қосындысын аламыз. 10, 29, 39 болады. Мына жауап түсінікті ме? Яғни қажет түстен басқаларын аламыз. Сары ма? Сарыдан басқа. Қызылды аламыз, ақты, көкті. Сосын сары қанша керек? Біреу десе 1 қосамыз, 2 сары болсын міндетті түрде десе 2 қосамыз, 3 сары болсын десе 3 қосамыз, міне осылай шығарылады. Түсінікті ма тапсырма? Шарға байланысты енді өткенде бір тапсырмалар жібердім ғой, әртүрлі есептер бар, мына жағдайда осылай қосылады. Кей жағдайларда басқаша болады жауаптары. Жаңағы берілгеніне байланысты шығарасыздар оны. Так, мына жерде баласы мен әкесі.
баласы және әкесі. Енді теңдеу құрып көрсетем соңынан. Бірінші жаңағы балаларға қалай үйретуге болады. Баласы 15 жаста, әкесі 51 жаста. Әкесін жас, баласын жасын бұрынғы жағдайды сұрап жатыр, неше жыл бұрын дейді, 7 есе үлкен болған дейді. Значит, міне 15-тен 1 жыл бұрын болса, 14-те, мынау 50-де. Осылай балаға үйреткенде осылай үйретесіздер. 1 жыл бұрын 13-те, мынау 49-да. Мысалға 12-де, 48-де, мына жерде 4 есе болып тұр. Міне 4 есе. Значит, 7 есеге дейін әлі біз есептеуіміз керек. Сосын теңдеуін көрсетем. 11 болғанда 47, бала мағынасын түсіну керек. 10 болғанда 46 жаста. 9 болғанда 45-те. Мында 5 есе шықты міне. Әкесі 5 есе үлкен екен. Значит, 15-тен 9-ды алып тастасақ 6 жыл бұрын деген сөз. Кеттік ары қарай. 8 болған кезде 44, 7 болған кезде 43, 6 болған кезде 42. Міне 7 есе шықты, 42-ні 6-ға бөлсек 7 есе. Міне. Значит, баласы 6-да, әкесі 42-де қанша жыл бұрын? 15-тен 6-ны алып тастасақ 9 жыл бұрын екен. Немесе 51-ден 42-ні алып тастасаңыздар да 9 жыл бұрын болып шығады. Мына кесте түсінікті болды ма? Оңай екен, түсінікті апай. Осылай есептейсіздер, сонда балаға да түсіндірсеңіздер түсініктірек. Ал енді жоқ, мен сразу тез-тез теңдеумен шығарам десеңіздер, мына жерге теңдеумен көрсетейін. Енді теңдеумен сіздердің балаларыңыз түсінбеуі мүмкін да, жаңа кіші сынып қой, ол бастауыш. Енді біз жоғары сыныпта уже балаларға теңдеу құрып үйретеміз, мысалға. Математикалық сауаттылықта келетін тапсырма ғой бұл. Так, баласы 15 жаста, әкесі 51 жаста дейді. Қанша жыл бұрын десе азайтамыз x-ті. Бірнеше жыл бұрын ғой, жасынан алып тастаймыз. Так, сол кезде баласы 7 есе кіші. Мында x теңдеу жақша қоймасам болады. Міне, осыны шығаруымыз керек. Значит, мынаны көбейтсем 70, 35, 105, азайту 7x тең 51 азайту x. Санды мынаның қасына өткізейін, x-ті мына жаққа өткізейін. 105 алу 51. Так, мына жақта өткізсем 7x алу x. Мынаны алсам 54, мынаны алсам 6x. Значит, x тапсам 54-ті 6-ға бөлсем 9 міне. 9 жыл бұрын деп, бұнда бірден жауап шығады. Мынау теңдеу түрі. Бұны да түсініп алсаңыздар жақсы, себебі өзіңіз қатысқан кезде теңдеу қылып шығарып жіберсеңіз болады. Неше жылдан кейін десе қосасыздар, бұрын десе алып тастайсыздар. Түсінікті ғой? Мына жерде, мысалға, неше жылдан 7 есе үлкен болады десе, уже 16, 17 деп наоборот өсу ретімен кетесіздер. Түсінікті ма? Әкесі 52-де, 53-те деп сөйтіп отырып табасыздар. Балаға түсіндіргенге тиімді осы әдіс. Кеттік, келесі. Енді мына жерде сымды 18 бөлікке бөлді дейді бізде. Мынандай бір сым берілген. Осыны 18 бөлікке бөлді. Мысалы, мынандай қылып бөлді деп алайық, примерно. Осылай кете береді, 18 бөлікке бөлінді. Ал енді егер осы сымды 12 бөлікке бөлінсе дейді, бөлсе, онда бөліктің ұзындық 8-ге артады. Значит, үлкенірек қылып бөлді деген сөз 12-ге, сол кезде қараңыздар. 8-ге артады. Мынау еді ғой біздің алдыңғы бөлген бөлігіміз 18-ге. Тура содан мына жерде қанша сантиметр? 8 сантиметрге артық бөлік шықты. Мынандай бөлік және 8 сантиметр. 12 бөлік бар. Осыдан дәл үстіп есептесек, мынандай бөлік тағы 8 сантиметр. Мынандай бөлік тағы 8 сантиметр. Сонда тура алдыңғыдай бөліктерден 12 бөлік шығады да, 12 бөлік плюс 8-ді 12-ге көбейтсек 96 сантиметр артық болады. Ал мына 18 бөлік. Үстіңгісі 18 бөлік ол. Енді екеуі тең. Сонда қанша сантиметріміз 96 бөлікті құрайды? Значит, 18-ден 12 бөлігін алып тастасақ, 6 бөлігіміз 96 сантиметрді құрайды екен. Сонда бір бөлік қанша? 96-ны 6-ға бөліп тастасақ, 16 ма? Бір бөліктің ұзындығы. Бөліктің ұзындығы. Енді бізде 16 бір бөлік. 18 бөлік бар сондай. 16-ны 18-ге көбейтеміз.
Қанша болады? 180. 6 өтсем 108 ба? 288 болады сонда. 288 сантиметр. Міне ответі осылай болады. Түсінікті ма? Мына жерде. Түсінікті. Бұнда жаңағыдай теңдеу қылып 18x тең 12x қосу 96 деп шығарсаңыздар болады. Немесе x қосу 8, сыртында 12, жақшаң ішінде бәрі 96 ашқанда есіп шығады. Осылай шығарсаңыздар да болады. Теңдеу қылып. Кеттік. Келесі, шаршының периметр тіктөртбұрыштың периметрінен 8-ге артық дейді. Мынау шаршы болсын, қабырғалар тең. Мынау периметр тіктөртбұрыштікі дейік. Осының периметрінен 8-ге артық. Шаршының ауданы берілген 144. Яғни ол бір санның квадраты, ол 12-нің квадраты, ауданы шаршының солай ғой. Сонда шаршының қабырғасын таптық біз. Қабырғасын таптық. Тіктөртбұрыштың ұзындығы n-нен 4 есе үлкен. Енді осы жерден периметрін тауып алайық шаршының. Шаршының периметрі 4 көбейту a. Сонда 4-ті 12-ге көбейтсем 48. Енді қараңыздар, шаршының периметр тіктөртбұрыштың периметрінен 8-ге артық дейді. Значит, тіктөртбұрыштың периметрі шаршыдан 8-ге кем. 48-ден 8-ді алып тастаймын. 40-ға тең. Ол тіктөртбұрыш дегеніміз міне мынандай фигура. Сонда дейік, мына жағы 1 бөлік болса, мына жағы одан 4 есе үлкен 4 бөлік. Енді шаршының периметр дегеніміз 2 қабырғасын қосып 2-ге көбейтеміз, Сонда бізге 2 қабырғасын қосатын болсақ, a қосу b. 40-ті 2-ге бөліп тастаймын, 20-ға тең. Мына екеуінің қосындысы 20-ға тең. Общий қанша бөлік? 5 бөлік. Сонда 1 бөлікті табу үшін 20-ны 5-ге бөлем. 4. Значит, 1 бөлігі мына ені 4, ұзындығы 4-4-ге көйтсем 16 шығады. Енді шаршының несін тап дейді? Ауданы 4 пен 16-ны көбейтем. Сонда жауап 64 шығады. Түсінікті болды ма? Түсініксіз болып жатса сұраңыздар сразу. Так, жылқы ешкіден 8 есе ауыр. Бізде бар ешкі бар, жылқы бар, сосын түйе бар. Яғни не дейді? Жылқы ешкіден 8 есе ауыр. Значит, жылқы 8 ешкіге тең деген сөз. Ал түйе жылқыдан 2, ол 2 жылқы немесе ешкімен өрнектейтін болса, бір жылқы 8 ешкі болса, 2 жылқы 16 ешкі болады. Міне, бәрін ешкі арқылы өрнектеп алдым, барлығы 850 килограмм. Значит, бір ешкіні қосам, 8 ешкіні қосам, жылқының орнына, түйенің орнына 16 ешкіні қосам. Общий 850. Қанша ешкінің салмағы бұл? 25 бола ма? 25 ешкі 850 килограмм екен. Бір ешкінің салмағын табу үшін 850-ді 25-ке бөлем. Қанша мына жерде 3-тен келеді? 75. 34 бола ма сонда? Аха, 134 болады. Енді бұл бір ешкінің салмағы. Бізде жылқының салмағын сұрап тұр. Жылқы 8 ешкіге тең. Біз жылқыны табу үшін 34-ті 8-ге көбейт деген сөз. Так, мына 4 жердегі 32, 3 ойда 24, 27. Сонда 270. Түсінікті ма мына теңдеу? Яғни сіздер осылай бір белгісізге келтіресіздер ғой. Мысалға, ешкі, қосу жылқы, қосу түйе 850 деп мынандай теңдеу құрсаңыздар, 3 белгісіз бар. Бұнымен теңдеу шықпайды. Значит, біз мақсатымыз не? Бір белгісіз. Бәрін ең ыңғайлысы ешкі арқылы өрнектеп аласыздар. Сонда бір белгісіз болса, бір теңдеу болса, оны шығаруға болады. 3 белгісізі бар бір теңдеуді, мынандай теңдеу түрде біз шығара алмаймыз. Түсінікті ғой, е? Яғни бәрін ешкімен өрнектеп аласыздар. Сонда есеп оңайырақ. Так, кеттік. Сұрақ белгісінің орнына қандай сан? Енді бұл жаңағы неге берілген? Заңдылыққа. Мынаған 4 қосылып тұр. 8 қосылып тұр. 16 қосылып тұр.
32 қосылып тұр. Келесі уже 64 қосылады. Екі еселеніп жатыр. Көрдіңіздер ғой? 4, 8, 16, 32, 64. Сонда 131 болады, е? 101. Мгм. Кеттік. Келесі есеп. Алматы қаласында Абай Төле би көшелерінің автобус. Так, А, Т, Р деп алсақ көшелерді. А-ға Т-ны қоссақ 65 остановка бар. Т-ға Р-ны қоссақ 58. 58. А-ға Р-ны қоссақ 61. 61. Енді бізге Төле биді тап дейді. Енді қараңыздар, бұны не істеудің, шығарудың ең тиімді жолы теңдіктің екі жағын қосасыздар. Мысалы, А-ға А-ны қоссақ, мына жақта 2А шығады, 2Т шығады, 2Р шығады. Р шығады. Тең сандарды қосамыз. Так, мына сандарды қоссақ қанша? 126. Так, уақыт қазір 10 минут уақыт қалды. 126, 6-ға 8-ім 4. Бір ойды. 84 бола ма сонда? 184. Яғни бәрінде коэффициент 2 бар. 2-ге бөліп тастаймыз сонда. А плюс Т плюс Р 184-ті 2-ге бөлсем 92 шығады. Значит, 3 көшеде 92 бар. Бізге Р керек, Т керек. Не? Қандай? Төле би көшесі керек. Төле биді табу үшін қараңыздар, үшеуінің қосындысы берілген. Значит, осы жерде Төле би белгісіз болса, Абай мен Рысқұловта қанша соны тауып алуым керек. Міне, Абай мен Рысқұловта 61. Значит, Абай мен Рысқұлов дегеннің орнына 61-ді әкеп қойсам, 61-ге Төле биді қоссам 92 шығады. 92-ден 61-ді ала салам сонда. Сонда 31, міне. Егер сіздерге Абай керек болса, онда Абай керек болса, Төле би мен Рысқұловтағын 58-ді қоясыздар. 92-ден 58-ді алып тастайсыздар. Міне. Түсінікті. 4, 34 бола ма сонда? Ал 34. не керек болса, енді қайсысы қалды? Рысқұлов керек болса, Абай мен Төле бидікі 65-ті алып тастайсыздар. 92-ден 65-ті алып тастаймыз. 7, 27 бола ма? Міне, осылай шығарасыздар. Естеріңізде болсын, үшеуінікін тапсақ, біреуінікін табу оңай болады. Осылай шығарылады. Енді бұл жерде көшемен беріледі, немесе андай мысық пен ит қоссақ мынанша, тағы не, қоян мен мысықты қоссақ мынанша, ит пен мысықты қоссақ деп әртүрлі заттар екі-екіден біріктіргенде салмақ берілуі мүмкін. Бәрі осы формуламен кетеді. Түсінікті ғой, жолы бір әдіс осы. Иә, әдісін түсініп алсаңыздар болды. Кез келгенін таба саласыздар. Үшеуін тап десе, үшеуінің қосындысы ответ 92 болады. Ал нақты біреуі көрсетілсе, жаңағы сол белгісізді қалдырамыз да, қалған екі белгілінің орнына мына жақтан әкеп қолданып қоя саласыздар. Осылай түсінікті ма? Аға, түсінікті бәрі. Кеттік, екінші кезең. Енді жауаптары жоқ, тест емес, бұл жер сәл күрделірек тапсырмалар алуға тырыстым. Қараңыздар, әкесі мен баласы бір уақытта бір-біріне қарсы жолға шықты. Мында әкесі, мында баласы, яғни екеуі бір-біріне былай қарай. Жарты сағаттан кейін кездесті, мына жерде кездесті. Енді мына жер жарты сағат, мына жер метр минут, мында километр. Өлшем бірлікті бірдей жасау керек. Жарты сағат дегеніміз 30 минут. 30 минут. Так, жылдамдық уже 20 метр минут. Міне, өлшем бірліктерін бірдей жасау керек. И 3 километрді уже метрге айналдырамыз. 3000 метр. Қараңыздар, яғни ол екеуі жүрген кезде, қарама-қарсы жүргенде жылдамдықтары қосылады, е? Жылдамдықтары қосылады. 3000 метрді жарты сағатта жүрді, яғни 30 минутта жүрді. Сонда 3000-ды 30-ға бөлесіздер. 100 метр минут. 100 метр минут. Яғни екеуінің жылдамдығын қосқанда 100 шығу керек. Бірақ екеуінің жылдамдығы так. В1, В2 деп алайын. В1, әкесі баласы. Екеуін қоссақ 100, екеуін азайтсақ 20 шығады. Қандай сандар? Сонда уже 60 пен 40. 60-қа 40-ты қоссақ 100, 60-тан 40-ты алсақ 20 шығады. Сонда бізде үлкені 60 әкесінікі болады да, баласыныкі 40 болады.
Сонда жауабы 40 километр сағат. Так. Әкесін сұраса 60 дейміз. Кеттік. Мынау жұлдыз құрт биіктігі 30 метр ағашқа өрмелейді дейді. Так. Ағаш деп алайық. Примерно қараңыздар. Бұл жерде қалай анықтаймыз? Мынау ұзындығы 30 метр. Енді 6 метр көтеріледі. 6 метр. Сосын қайтадан 4 метрге түседі. Сонда бір күнде жалпы 2 метрге көтеріледі. Мына жер 2 метр болды. Түсінікті ғой, иә? 2 метр. Аха. Бірақ көп 30-ды 2-ге бөле салады да 15 күнде деп айтады. Ол қате. Ондай жауап дұрыс емес. Түсіндіңіздер ме? 30-ды 2-ге бөле салып, күн сонда бір күнде 2 метрден көтеріп отырсақ, 15 күн деген жауап ол қате болып саналады. Егер осылай ойласаңыздар, не үшін қараңыздар? Ол осылай 2 метрден көтеріліп келе жатты, 2 метрден көтеріліп келе жатты. Мысалға 12 күнде 2 метрден 24 метрге көтеріледі. Яғни ол осылай көтеріліп келе жатып, мында келді 24 метр. Мына жерге келді 24 метр болды 12 күнде. Бірақ 13-ші күні ол 6 метр жоғары көтеріледі. Көрдіңіздер ме? 24 метрге 6 метр көтеріледі уже. 13-ші күні 6 метрді қоссам тағы 30 метрге келеді уже бізге қажетті жерге. Ол уже ары қарай түспейді, уже 30 метр болса жаңағы неге? Басына жетіп қояды. Сонда жалпы 13 күн керек. Осыған мән беру керек. Даусың басшы. Осыған мән беру керек. Көрдіңіздер ме? 15 десеңіздер қате ол уже. Сонда 12 күнде ол уже көтеріліп түсіп 24 метрге келеді. 13-ші күні уже ол көтерілсе 30 метрге жетеді. Ары қарай уже түспейді ол. Көрдіңіздер ме? Бізге керек 30 метр. Осылай есептейсіздер. Сонда 13-ші күні уже ол жаңағы ағаштың басына жетеді екен. Амина, іңкәр, ой, барыңдаршы, жүгір, ана жаққа барып отырып ойнаңдар, мен қазір сабақ өтіп жатырмын. Мына жерде неге мән бердіңіздер, қараңыздар. Бұл жерде жаңағы Гаусс әдісі дейміз ғой, сол сияқты тапсырма берілген. Барлығы 1-ден 99-ға дейін берілген бұл тақ сандар, көрдіңіздер ғой? 99, 97, 95, 93, 91, 89 деп кете береді тақ сандар. Жалпы 1-ден 99-ға дейін 100 деп алайыншы. Жалпы 1-ден 100-ге дейін қанша сан бар? 100 сан бар. 100 сан бар. Бірақ бізге тек тақ сандар керек. Сонда қанша тақ сан болады? Қанша тақ сан болады? 2-ге бөлем 50 тақ сан болады. Қалған 50-і жұп сан болады. Міне. Значит, 1, 3, 5 деп санап кетсек, 50-і тақ сан шығады. Береді ол кетші бар, жапшы. 100-ге дейін 50 жұп сан шығады. Енді қараңыздар. Бұл жұп сан 50. Бірақ енді бұларды біріктірген себебі 99-дан 97-ні алсақ қанша шығады? 99-дан 97-ні алсақ 2 шығады. 95-тен 93-ті алсақ 2 шығады. 91-ден 89-ды алсақ 2 шығады. Міне 2-ден жаңағы 50 санның өзін 2-ден жұптап тастады. Әр қайсының жауабы 2-ден шығып отыр. Сонда қанша осындай айырма шығады мына жерден? 50 тақсаннан қанша айырма шығады деп ойлайсыздар? Соңында үстіп кете береді. 3 алу 1 тең 2. Қанша айырма бар осы жерде осындай? 25 ба? 25 болады міне. 50-ді 2-ге бөлсек 25. Сонда 2, 2, 2 деп 25 2 шығады жауабы. Сонда 25 әр қайсы 2-ден шығып тұр ғой жауабы. 50-ге тең. Сонда x қосу 15 50-ге тең екен. Міне осы 50-ді шығаруымыз керек. Көрдіңіздер ме? Былай қарапайым түрге келтірсең оп-оңай теңдеу, бірақ мына жерде сол 50 шығатынын түсіну керек. Ал егер айырмасы 100 алу 98, 96 алу 94 десек те, онда да тура осы 2-2-ден 25
2 шығады, бәрібір жауабы 50 болады. Түсінікті ме? Түсінікті апай. Мына жазу. Сонда қарапайым теңдеу x тапсақ, 50-ден 15-ті алып тастаймыз, 35 екен. Міне. Осы Гаусс әдісіне беріліп отырған тапсырма ғой, кішкене мағынасы не істеу үшін. Күрделендіріп, түрлендіру үшін. Егер мына жер қосу болып кетсе, онда Гаусспен қосып шығасыздар, керісінше. 1-ге 99-ды қосасыздар, 3-ге 97-ні сондай қосындыдан, міне 1 қосу 99, 100, 3 қосу 97, осындай 100 шығатындай тағы 25 жұп бар деген сөз. Мына жерде қосындыдан 25, айырмадан да 25, бірақ 2 шығып тұр, мына жақта 100 шығып тұр. Ол жағдайда 100-ді 25-ке көбейте саламыз. Егер қосындыны тап десе, 2500 шығады деп айтамыз. Жауабын міне. Мағынасы осыны түсініп алсаңыздар болды. Ең бастысы.